Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Қазақстан тарихынан темір дәуіріндегі Қазақстан деген тақырыпта тесттер талдайтын боламыз. Бұл арадағы тақырыптар көшпелі мал шаруашылығының пайда болуы, көшпелі мал шаруашылығы, тіршіліктің қайнар көзі Қазақстан көшпелілерінің мәдениеті деген тақырыпта. Бірінші сұрақ: ерте темір дәуірінде Сырдария, Шу, Келес өзендерінің аңғарында дамыған шаруашылық саласы. Бұл бізде отырықшы шаруашылық болады. Отырықшы шаруашылық. Келесі: таза көшпелі тұрмыс орнаған аймақ. Бұл дұрыс жауабы. Бұл сұрақтың орталық және батыс Қазақстан. Келесі сұрақ: ерте темір дәуіріндегі көшпелілердің баспанасы. Дұрыс жауабы киіз үй. Тебінді шаруашылыққа байланысты саны артқан малдың түрі. Дұрыс жауабы жылқы мен қой. Келесі бесінші сұрақ: көшпелілердің дәстүрлі жайылым түрлерінің саны. Дұрыс жауабы 4. Алтыншы сұрақтың жауабын тауып көрейік. Қазақстан жерінде көшпелі мал шаруашылығы пайда болуының негізгі себебі дейді. Дұрыс жауабы бұл арада бізде табиғи климаттық жағдай. Жетінші сұрақ: малдың жаппай қырылуының атауы. Жұт. Жұт болды, мал қырылды. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуына байланысты ойлап табылған жайылымның түрі. Дұрыс жауабы тебінді. Келесі сұрақ: көшпелілердің жазғы жайылым түрінің атауы. Жайлау. Жаз жайлау, қыс қыстау, күз күзеу. Жақсы, осымен бүгінгі біздің талдаған тестілеріміз аяқталды. Біздің Қазақстан тарихы пәніне арналған YouTube арнамызға жазылып қойыңыздар. Тағы да көптеген сұрақтарды біз талдаймыз. Сондықтан жіберіп алмау үшін төмендегі батырманы басып жазылып каналға достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.